Жастың өзінде осындай күніміз жарқырап, аспанымыз ашық болып, бейбіт өмірде өмір сүріп жатқан біз қандай бақыттымыз деп қазіргі күннің тәуелсіз ұрпақтары ризашылығын білдіретін шығар. Иә, келіп жеткен тәуелсіздік күні құтты болсын, және де келе жатқан жаңа жылдарыңызбен сіздермен бірге Майкар KZ арнасы, мен Ерғазы Әзімханұлы. Бүгін жұлдызды шоу қонақта блогер, жазушы Нұрлан Испановтың ұлы Олжас Испанов. Қарсы алыңыздар. Kia K7. Олжастың көлігін түсіреміз деп, Томас Шелбидің көлігін түсірейін деп тұрған сияқтымыз. Ассалаумағалейкум. Қалайсың, Олжас? Қош келдің. Қош көрдік, брат. Сен Кореядан K7 алды екен деп, бірден саған келіп, номеріңмен құттықтап, сен шолу жасасыншы деп, өйстіп сұранып келіп отқан жағдайымыз бар. Ендеше тізгін өзіңде, давай, өзіңнің тұлпарың туралы бізге толыққанды айтып шықсан. Рахмет. Ең алдымен осылай шақырып, қолдау көрсетіп жатқандарыңа. Жалпы бұл машинаны мен бұл үшінші көлігім десем болады. Мен бірінші көлігім Golf болды. Купе 2006 жылғы. Одан кейін Hyundai болды. Салоннан алдым. Hyundai Sonata 2013 жылғы. Одан кейін осы Kia K7 үшінші көлігім. Ол бірінші Hyundai'ды мен 9 жыл айдадым. Теуіп, тағанса кәдімгідей. Түбін түсіргенше ма? Иә, түбін түсіргенше. Ең қызығы, брат, оны Майкарға саттым. Майкарға саттың ба? Майкарға саттым. Неше нормально баға берді енді. Қол жетін нормально. Сосын соған саттым. Сөйтіп 3 ай машинасы жүріп, ары қарап, бері қарап, бірақ осы Kia көзім түсіп, Кореядан алдырттым осы көлікті. Қай жылғы көлік? Бұл көлік 2016 жылғы. Жалпы екінші поколение ғой. 2016 жылғы машинаның ең самый полный комплектациясы ғой. Ең алғаш шыққан. Полный комплектация дегенде бірден біз панораманы қараймыз. Иә, панорамный крыша. Негізі Олжас өте көп сторис түсіреді, сол үшін бірінші кезекте панорамасын қараған шығарсың, бар ма жоқ па? Міндетті түрде мен жалпы Ерғазы өзім білесің, Кореяда біздің Майкар сияқты сайт бар. Инкар деген. Сол Инкарға кіріп, өзің машина қарай берсең болады. Аттарда сасығанда Майкар, Инкар. Инкар, Майкар жалпы келеді екен ұқсастық. Сен осында жатып көріп, сосын сол жақтан алып келетін адамдарға сілтемесін жібердің ғой да? Иә. Осы жақта жатып қарадым мен. Ал ішіне келдік енді. Ішіндегі батырмаларымен, барлық декор элементтерімен, бұлғарысымен, декоративті элементтермен таныстыр. Жалпы ішкі салоны кесек бірден панорамалық шатыр көзге түседі. Бұл жерде, мына жерде енді алькантара емес, өкінішке орай. Өкінішке орай. Иә, өкінішке орай. Бірақ панорама бар. Панорама бар. Мынау үсті сері емес, қара болғанда, иә, панорамамен андай бүйтіп бірге сливаться етіп құйылып кететін еді. Нормально. Болады. Енді есікте бұл жерде бізде мына жерде көріп тұрғандарымдай память сиденье. Жүргізушіге арналған, иә, орындық жады деп аталады. Орындық жады. Одан кейін мына екі шетте датчик удержания полосы, яғни линияны өзі ұстайды. Одан кейін датчик мертвых зон. Жанында машиналар келсе, боковой айнада анау көріп знак жанады. Сары. Иә. Одан кейін жаңағы багажник ашатын, бакты ашатын кнопкалар, ABS, ішкі мультимедиа система, жарықтың көбейтіп азайтатын кнопкасы ғой. Өзіңе ыңғайлы боласың, қаншалықты жарық болсын. Ыңғайлы. Одан кейін бұл көлікте маған Ерғазы ең ұнағаны, мен жаңа полный комплектация деп бекер айтқан жоқпын. Полный комплектацияларда мына жерде көрдің ба? Аудио система Krell. Мысалы Hyundai'ларда Bros болса, Kia'ларда Krell аудио система. Басқа полный комплектация еместерде обычный жай ғана аудио система жүреді. Бұны кәдімгі саған біраздан кейін аудио системасы міндетті түрде тыңдататын болады. Одан кейін жаңа эрго салған кезде екі терезе бүйтіп түседі міндетті түрде. Жабылады? Иә, жабылады и жаңа былай төмен қарап түседі. Баллондарына дейін көрсетіледі. Жеңгең айтпақшы, мынаның құлақтары жабылмайды екен бе деп.
Одан кейін салонға келсек, өзің байқап отырсың, андай коричневый салон, яғни қоңыр былғардан салынған салон. Маған ұнаған сол, басқа машиналарда қара былғардан жасалынады. Ал мен қоңыр былғары өзіме қатты ұнағандықтан осы цветті қаладым. Көріп тұрсың, пальтода қоңыр, шашта қоңыр. Томас Шелбимін дейсің? Міне дәл қазіргі сәтте біз капотты ашып сіздерге қозғалтқышымен таныстырайын деп жатырмыз. GDI екен мотор? Бана Инкарда қалай дедің? Жалпы Инкарда бұның түрлері көп. 2/2 дизель бар, 2/4 газ бар, 3 газы бар, және 3/3 газы бар. И бензинде де тура сондай. 2/4 бензині бар, 3 бензин бар, 3/3 бензині бар. Бұл 3/3 бензин GDI моторы. Бұл жерде 300 аттың күші бар. Яғни нақтырақ айтсам 294 аттың күші бар бұл жерде. 3/3 көлемі 294 аттың күші бар. 8 ступкалық коробка автомат, 8 ступкасы. Қалай 100-ге қанша жейді бұл мотор? 3/3 болса көлемі? Негізі аз жейді, мен өте көп жейді деп ойлағам. Бірақ та 9-да 4, 9-да 6 жеп отыр. Екілер сияқты, екілер сияқты. Қатты аса расход жоқ. Басыбай дейсің ба, қалай дейсің? Жоқ, қалада ондай қатты басыбай деймін, бірақ енді тартысы сұмдық енді. Сұмдық па, жақсы ма? Спорт режимі қойсың вообще. Шуа ма? Папа енді білесің ғой, өзің тойларға апарамын, машина бос болмай қалады да, сол кезде енді өзіме апарамын, папа артта отырады. Сөйтіп енді тез бару керек қой тойханаларға. Балам жай деп орысып келеді ғой, жайнасай деп орыс сөйтіп тойға жетеміз. Негізі Нұрлан ағаның әзілдерін білесіздер ғой, Нұрлан Еспановтың самсалар туралы сол секілді бір-екі әзілден олжаса жіберіп қояды, енді қазір ұялып тұр ғой. Сол жалпы осы машина моторы. Негізі алғалы бері майын ауыстырдың дедің, қанша рет ауыстырдың? Мотордың майын 2 рет ауыстырдым, коробканы 1 рет ауыстырып үлгердім. Осы жерде мен айтып жатырмын, коробканы негізі қайта-қайта ауыстыруға болмайды, ол өзінің регламенті бар деп. Осы орайда сіздер де пікірге жаза кетіңіздер, коробканы қанша уақыттан кейін майын ауыстыру керек екен. Ол да сол жақтан оқып, интернеттен іздегенге ерініп отырмын дейді ғой. Сен жақсы, енші, ашып басқа ештеңкесін істемедің? Басқа ештеңкесін істеген жоқпын, жаңағы сол фильтрларын ауыстырдым болды. Компенсатордың ба нені? Өзінің дауысы ғой, родной дауысы ғой, иә. Осындай болады ғой. Кәрістер осындай болады. GDI негізі Донсқа қарағанда кішкене болса да, сен андай шумнылау болып шығады негізі дауысы андай. GDI-лардан байқағаным сондай американцы. Неге ондай болады екендер? Жақсы, солай дейік, солай екеніне сенейік деші. Тағы саған не ұнады ең бірінші кезекте? Дизайн ұнаған сияқты елді ғой? Жалпы, машинаның сыртқы дизайнына келсек, аэродинамика элементтерінің өте ерекше. Сыртқы кузовы үлкен, яғни дутый болып келген. Маған солысымен ұнады, және фаралары, жаңа переходтары ұнады, зигзаг ретінде. Линзовый оптикалар. Линзовый оптикалы, жарық диод шамдары өте ұнады. Соны жаңа противотуманник 4-ке бөлінген, яғни куб. Мынау противотуманкалары Олжастың көзіне пресс болып көрінеді екен. Жоқ, андай бөлінген мұздың қалдықтары секілді 4-ке бөлінген, өте ерекше. Сол сыртқа андай келбеті бір акула ұқсатты, мен өзімше бүйтіп келген мордасы өйтіп келіпше. Акуланың мордасына ұқсаттым өзім. Өз көлігіңді мақтасаң, Олжас ұқсап мақта деген сөз бар сияқты. Бұл Олжас керемет теңеулер келістіріп жатса, сіздер таң қалмаңыздар, себебі жақында ғана өзінің Олжас махаббат деген кітабын тұсаукесер болды, тұсауын кесті. Сол кітапты алып оқысаңыздар болады. Көліктер жайлы жазатын ой жоқ па? Акула сияқты көлік алды. Оның мұны жерлері бұзылды. Мен мақтаудың қас шеберімін деші? Қас шеберім, жалпы енді пападан шыққан ғой. Папа, біз енді 2018 жылы салоннан Hyundai деп қой, Toyota Camry 70 алдық та. Енді ол кез ең шыққан кез ғой, сөйтіп алдық. Сонымен папа енді мақтау керек қой енді біздің машинаны. Сонымен тұрып та балдардың достары көзінше болады. Мына 70 деген машина немене бөле машина деді.
алдында кондердің қоқысқа кетті, мен ұйықтап қалыппын машинаның ішінде деді да. Сен көзімді ашып қалсам қасымда ағайулар жүрген не сен деді, ана кондердің мақтаған түрі да. Ағайулар жүр да, көзімді ашып қалсам жанымда ағайулар жүр дейді. Кондердің сөйтіп мақтап отыр да. Бұнықтан кондері ойыншық емес, нормально. Нормально. Ағайуларым болсын қасына бір. Пингвинчиктер ма жүреді жанында ше. Жақсы негізі, печкасы. Жақсы. Сол енді рульға келетін болсақ, көріп тұрсың мына жерде адаптивті круиз контрольдің батырмасы, жалпы мультимедиа системаның арналған батырмалар бар, дауыс шығаратын, телефон алатын, жаңа ауыстыратын батырмалар, одан кейін жаңа дистроник дедім ғой. Мінекей мына дистрониктің кнопкасы. Бірақ дистроник өзі автоматты түрде істеп тұрады. Кнопкасыз негізі. Кнопкасыз. А бұл круиз контроль қосқан кезде бұл қосылады. Яғни машинаны примерно айтайын, анау столб тұр ғой. Сол столбтай жерде кетіп бара жатса, уже машина өзі тормоз береді. Яғни өзінің метрлері бар. Кнопканы басқан сайын азайта беруге болады машинаны. Әр метрде өзінің жүру керек, андай несі бар, жылдамдығы. Иә, жылдамдығы бар. Ана телефон батырмалары дедің ғой. Қолданасың ба негізі? Вообще қолданбаймын. Біз өлең ғой, дауыс шығаратын, өлең фиксацияны ауыстырып қоясың. Болды, одан кейін басқа особо ештеңе қолданбаймын. Одан кейін орталық консольға келсек. Орталық консольға келсек, бұл жерде енді қанша дюймді мына монитор? Бұл 9 дюймдік монитор. Бұл жерде жаңа бұл кореялық машина болғандықтан кейін UVO деген система бар. Оларда UVO системасы қазіргі таңда уже жаңа CarPlay'ді қабылдайды. Одан кейін Android Auto қабылдайды. Bluetooth барлығы UVO арқылы десе, былайша айтқанда Android'тың баламасы десе, мына Корея нелеріндегі. Мына кнопкалерде барлығы осы мынау артқа қарайтын айнамен связаны. Дауыс шығарады. Негізі дауыс өшіріп тастағам, машинаны қосқан кезде аненен жисайо, бірдеңке деп кәрсіз. Анесио дейтін. Амандасады. Дәкент айтпашы, маған қатты ұнайтын осы, тыңдаш деді машинасын оталдырып өшірді. Барлық кәрістерде осы машинамен дауыстар шығады. UVO-ңкі ғой, бұл енді UVO бізде ұстамайды. Неге? Өйткені біз Қазақстанда болған. Бізге арналмаған ғой, ішкі нарыққа арналғаннан кейін сондай ғой. Арналмаған. Және де мына жерде көріп отқаныңдай, бұл Кореядағы машинаның соңғы тұрған жері. Бұл енді карта бізде ұстамайды. Соңғы тұрған жері қалып кеткен ба? Иә, соңғы. Көлдің жағасына барып, мына терминалға барып, сосын анау контейнерге салынғанда салам алейкум деп, ана жақтан Қазақстаннан шыққан ғой. Жақсы, бір сұрақ. Енді әдемі енді, мұнаның барлығын бүйтіп аударып келе жатқанда бүйтіп ше, мұна неге аударамайған? Жалпы енді кәрістер бұл ішкі рынок, өздерінің ішкі рыногына шығарған екен, барлығы батырмаларды ағылшынша істеген. Бірақ енді өздеріне бір-екі әріп қалдырсын деген да енді. Хотя бір-екі кнопка кәрісші болсын деген да енді. Басып көреді. Өзім жаңағы менюға кіретін. Қалай сонда деймін да? Бір батырманы қалай қалдырып кетуге болады? Патриоттық сезімдер оянып кеткен бір әріпке. Бұл машина маған өте қатты ұнады өзіме. Енді өзің көріп тұрсың, дискісі 19 размер. Үлкен екен. Басқа машиналар қарағанда. Басқаларда 18-бен тоқтайды. 18-бен тоқтайды. 18-70-тер тоқтайды, иә? Бұның негіз комплектациялар өте көп, бірақ ең полный комплектацияларында осы 19 дисклі шиналар кетеді. Мен өзім Инкарға қарағанда 17-18 дисклер бар, 2-4 объемдағы машиналарды көрдім осы курста. Бірақ өзіме қатты ұнаған жоқ, иә. Бірақ именно осы дискпен қалады. Ал енді қара, сен мысалы айтып жатсың, толық комплектация 3/3, менде бензинді мотор деп. Енді бағанағы 2/4-термен ақшаның айырмашылығы қандай? Ақшаның айырмашылығы негізі бар. Сезіле ма, ощутимы ма, или жоқ па деген? Сезіледі, иә. Енді мен Кореядан алып келген екен, 2/4-тің мысалы растамаушысы өзің білесің, аз шығады, утилизбор аз шығады. Бұл енді 3/3 болған екен, утилизбор сәл қымбатырақ шықты, 1,750,000. Одан кейін первичный регистрация 1,500,000 шықты. Одан кейін машинаны алып келу қымбатырақ шықты. Енді мен экспресс доставкамен алдырттым.
ол $3,5 шықты. 15 күнде алып келіп берді маған Кореядан. Ровно 15 күнде. $3,5 деген қанша? $3,5 деген. Қанша ол? Есепте. Ошо $3,5 ғой. $1,200,000 ғой деді. Иә, $1,200,000 ғой. Сонымен 4,5 миллиондай, $4,200,000 неге кетті деш? Көлікті жалпы алып, қазақ учетқа қойып, өзің айдап атыңа қою үшін. Одан да көп кетті ғой. Одан да көп кетті ма? Одан да көп кетті. Көлікті қанша қалды негізі? Жалпы общий суммасын айтайын саған. Общий суммасы 12 миллион болды ғой. 12 миллион болды ма? Көліктің айналғаны, иә? Иә. Негізі жақсы екен, қатты қымбат емес. Иә. Номерді байқап қалдық. 777 Испанов деп тұр ғой. Номер қаншаға шықты? Енді ақыры осындай бір машина алып атқаннан кейін бір номерді алайық деп шештік. Жалпы көп варианттар болды, көп варианттар қарастырып 001 есіп 01, 002 есіп 02 деген варианттар болды. Алғашында 002 есіп 02 заявка беріп кеткен болатым. Сөйтіп есіктен шыққаным сол. Сосын неғып 002 беріп жатырмын дедім, сонымен қайдадан кірдім. Бағалар қандай еді? 777 мен 002-нің бағалар бірдей кажется, да? Иә, 001-ден 009-ға дейін 777 деген номерлер бір бағада 700 теңге. Қараңыздар, 3 бірдей санның 777 ғана қымбат жүреді. Ал қалған 111, 222, 333-тер бұлардан қарағанда бағасы төмен жүреді. Бұлар 500 мың төңірегінде болады. Бұл 700 мыңда, иә? Иә, бұл ровно 700 мың. 700 мың, иә, намен наны таңдайтын болсаң, өзің әріпті де нені таңдайтын болсаң. Иә. Барып, енді заңды түрде төледік, анда бір бәлек махинациялар болған жоқ. Бардым, кәдімгідей автосонға барып, Каспиймен, QR-мен, иә, өтініш жазып, Каспий QR-мен ровно 700 мың теңге төлеп алдым. Сосын андай махинациялардан аулақ болыңыздар. Шымкентте бір рет автосонды ұстапты деп естідім. Сосын Астанада бір анау Нұрлы жолдан ашылған жаңа автосонның жетекшілерін ұстапты деп естідім. Сол себепті ондай нәрселерден кішкене аулақ жүріңіздер, жарай ма? Жалпы мен жаңа бұл полный комплектация деп айтып кеттім ғой саған Ерғазы. Бұл енді полный комплектация болғаннан кейін өзің көріп тұрсың, парктрониктары бар алдыңғы. Сосын мынаны көріп тұрсың, циклоны. Бұл дистроник. Бұл алдыңғы көліктің несін ба? Иә, самоторможение ғой, яғни өзі тормоз береді, одан кейін алдыңғы қашықтықтағы машинаны, адамдарды сезіп отырады және өзі тормоз береді. Мен мынандай қызық оқиға, осыны алдында Шымкенттен Алматыға келе жаттым, алдын ордан пробкасын білесің ғой, өзің сұмдық пробка ғой, соны пробкада тұрып едім, енді біз телефон шықлағанын жақсы көреміз ғой. Пробкада тұрмын, телефон шықлап келе жатырмын. Пробкада тұрмай да шықлай бересің. Сонымен тұрмын, алдында бір Мерседестер, бір ескі кузовтағы, сонымен газды басып келе жатырмын, алда қарауға ұмытып кеттім, телефон шықлап. Машина резко өзі тормоз беріп қалып, ұстап қалды. Осы өзіме өзі қосылып, яғни машинаны соқтырмады. Ана машинаның артына кіріп кетпедім, өзі тормоз ұстап қалды. Одан кейін тағы бір случай, Альфа-Рейвин бойында кетіп бара жатқан, алдымнан бір машина өте шықты да, енді бірінші линиядан үшінші линияға шықты. Мен газды басып келе жатқан өзінде де яқтан тормоз беріп келе жатыр, кәдімгі қық деп тоқтатып та қалды. Бірақ резко жіберді да, машина өткеннен кейін. Мақұл, ол сен байқамай қалған кезде күшті көмек етеді, ал байқап отырған кездерде кедергісін жасамай ма? Андай бүйтіп андай бар ғой енді бізде енді оңтүстіктің неше түрлі жігіттері бар, андай бүйтіп сачкавать етіп айдағысы келетін, бүйтіп андай шашка қылып шыдай арасынан жүріп айдағысы келіп, соларға кедергі жасап өзі тоқтап қалып бүйтіп андай кедергі жасамай ма екен? Жоқ, ондай кедергі жасаған жоқ. Алдынан машина шықса ішінен өзі дауыс шығады, резко қатты пиқылдап. Одан кейін сол Шымкентте жүрген кезде де пешеходта өтіп бара жатқан кезде адам өтіп бара жатты, енді оны күтіп тұрмын ғой. Бірақ күтпей сәл газды басып қалған едім. Адам өтіп болғаны сол, газды басып қалған, соның өзінде, короче, қайтадан тормоз ұстап қалды да. Яғни адам өтіп жүрсе, тормоз деп қой. Басында бұрын қайда баратсың еді. Аспасай дегенде белгі келтірді. Андай андай әкелеріміз көлік үйреткен кезде болады бір андай, сен білмеймін енді Нұрлан ағалай үйреткен. Біздің кәдімгідей андай, тоқтасайшы деп отыр, сондай десе андай. Бір айта кететін жайт, жалпы папа машина айдамайды. Иә, папа вообще машина қызықпайды. Біз алдында автошайқасқа шақырғанбыз негізі. Иә, папа машина айдамайды, даже коробка автомат болсын, механик болсын, вообще машина қызықпайды. Папаға даже мысалы қазір биыл 50-ге келеді. Параваны өзі осы былтыр ғана алдық қой папаға. Праваны ма? Иә.
классы 3-сатыл, 4-сатыл деші төменгі. Ең төменгі сатыда. Енді ырымын жасап, әртөбір алып қойдық. Болсын деп па? Одан кейін обойда датчик дажа орналасқан. Жаңбыр жауса өзі дворниктер ойнап тұрады. Дворниктер өз қосыла береді. Мына сағатты байқап қалған жарсың. Жалпы S-класстағы машиналардыкіндей, Audidағыдай, Mercedестегідей осындай керемет сағат орналасқан. Бұл жерде маған ұнайды өзіме. Көзіме түскен осы. Тағдай сағат болмаса алмайтын едім деп. Сағат болмаса керемет бұл машина. Одан кейін бұл жерде бізде бір USB проем, AUX-қа, одан кейін зарядтағыш. Жалпы Type-C ол кездерде 2016-та жоқ еді ғой негізі. Сосын Type-C жоқ, 16-та. Одан кейін ең кішісі мақтанайын, сымсыз зарядтағыш. Сымсыз зарядтау жүйесі. Әне. Қосылды. Мақтаныштағы. Содан кейін ортаң консольда бізде енді коробка передачи дейді ғой бізде. Селектор. Селектор. Тоже қоңыр былғардан салынған. Подогрев руля. Рульдің жылытқышы. Парктроник. Мынаны айтпай кетті. Кінә ғой мынаны айтпай кетті. Айтшы. Камера 360 бар ғой, 2016 жылғы машина. Қосшы кән көрсетші 360 камера. Әне. Тату жерде жатқан қалалардың бәрін көрсетті. Тап-таза мінекей. Арты мысалы, мысалы терезенің жанын, айнаның жанын асты. 360 камера. Енді 2018 жылы біз 70-те жоқ қой мында функция. Салоннан 2018 жылы камерамен даже салыстыру келмейді менің ойымша мына машинаны ше. 2016 жылғыда кәрістер қаға кетіп қалған деймін да енді. Мен айтамын да кәрістер бізден бір өтірік айтпасам бір 20-30 жылға алда келеді. Бізден иә. Бірақ немістерден алда емес ау. Мүмкін. Үндемей қойып көрсетеді. Камера мына 360 бар. Одан кейін екі адамға арналған орындық жылытқыш, подогрев сидений, орындық желдеткіш дейді ғой, обдув бар. Одан кейін ручник бұл жерде саусақпен, жаңағы саусақ багажды ашқан, осымен тартасың, мінекей сразу қысып қояды. Одан кейін драйв мод, бұл жерде 4 қалай айтсам болады? Режим. 4 режим бар. Комфорт, эко, спорт және смарт режим бар. Соның барлығын бір батырмамен сен өзің таңдап аласың экранға қарап. Экранға қарап, мінекей мынаяқтан көруге болады. Эко қойсаң, яғни бензинді соответственно аз жейді. Спортқа қойсаң, уже руль бензинді көп жейді. Бензинді көп жейді және руль уже қатайып қалды. Аспасы жиналып қалады ғой бүйтіп ана нелердің бәрі ходовкадағылардың барлығы. Уже қатты болып қалды. Комфортқа қойсаң, қайтадан уже руль теп жеңіл мінекей. Саусақпен бұра беруге болады. Сосын мынау терезесін анау артқы терезедегі енді бұл комфорт машина болғаннан кейін осындай күн түспесін деп енді ана эрго сағаннан кейін өзі түседі негізі. Одан кейін автохолд енді баршаңыз мәлім шығар. Автохолдты қосып қолданасың ба негізі автохолдты? Автохолд қолданамын. Светофорда тұрған кезде өте ыңғайлы зат. Газды ұмытып кетемін де кітап оқып аламын дейсің. Газды ұмытып кетесің, тормозды бір басқаннан кейін мына жерде жасыл жанады. Уже газды аяқты жіберіп қойып, бүйтіп смело отыра бересің ғой ішінде. Одан кейін мына жақта не дейді мынаны? Ол зат салғыш ғой, не бутылка бір нәрсе. Иә, жаңағы стакан қойғыш. Стакан қойғыш. Екі адамға арналған. Сосын мынандай екеулік бардачок көп машинада жоқ. Яғни именно осы кассемде основном негізінде шынтақ тірегіш дейді ғой. Шынтақ тірегіш біреулік. Бұл енді полный комплектация болғаннан кейін екеу. И мына жерде өзінің мынандай қалташасы бар. 12 вольттық жаңағы зарядтағыш бар. Болды, аса қатты ішінде заттар жоқ негізінде. Сол тағы да ағаш элементтер әдемі екен, ағашқа ұқсатқан дерево стилі. Бұны негізі бұл жерде кәрістердің тюнингі ма білмеймін, түсінбедім, бірақ Кореядан мен алып келген кезде мына жерде бір қара өзінше бір лак тәріздес бір бәле жабысып тұрды бұл жерде. Маған ұнамады, бірақ жабысығанда да енді өтірік жабыстыра сапты, әңгіме жоқ. Сатсадым ба сразу. Сосын барында кәрсистеге барып, жігіттерге айтып шештіріп тастадым, мынау оңай ақ алмайды екен мынау. Ол кәдімгідей бір қиналып шешті негізі, мынау өте қиын нәрсе екен. Өте қиын.
торпеданың астын бәрін ашып керек қой ананың бәрін. мынаны бүйтіп ала салады ма деп ойлағам, сөйтсем мынаның бәрі шешілді ғой, короче, мынаяқтан алынып, сосын бәрін алып тастадым. Мынау жері әдемі ғой, өзі көзге әдемі көрінеді ғой. Лак элеваторлардан гөрі ме? Иә. Одан кейін мына Кореяның өзінің несі ғой. Иә. Регистратор ғой, камера. Камера регистратор. Бұны қоссаң сөйлей береді, кәште сөйлей береді. Кәште енді заң қатал ғой, ол жақта, тем более жолдың заңы қатал. Бүкіл машиналар. Штрафтары өте қымбат. Регистратор орналасқан, және артында да біреу тұр орналасқан, өзінікі бірге. Одан кейін ең күштісі, жаңа айтып өттім ғой, артқа отырған адамға арты енді и так кең ғой, бірақ бір 3 метрлік адам келіп отырса, бүйтіп мына кнопкамен аккуратно басып, бүйтіп өзгерте береді. Бұл кнопканы олар жапондардан алған, білесіз ме? Жапондардың көлігінде 80-ші жылдардан бар осындай кнопка. Иә. Бұл енді жаңағы полный комплектацияларында болады. Осының негізі карстың машиналарында барлығында осындай кнопка жүреді. Панорамасын мүлдем жаппайтын шығарсың, әдемі ғой, күн түсіп тұрса да машинаның іші бүйтіп жылып тұрады. Жауып қойсаң бір сәні кетіп қалады машинаның. Жауып қойсаң бір ана. Иә. Мақтанайын ба? Аудио системасымен. Файз жоқ та? Естімей қалу есеп. Саунд система қоюдың қажеті жоқ деші. Сабвуфер қойып, бір нәрсе қойып, усилительдер қойып, солсыз ақ құлағында жарып тұрады деші. Ештеңе қоюдың қажеті жоқ. Барлығы заводской болған екен. Өте керемет жатты осы. Маған осы ұнады, маған аудио система. Енді біз енді өлең көп тыңдаймыз ғой. Әдемі шығады да, құлаққа да жағымды, жай қойсаң да андай кайф шығып тұрады да. Деп шығып тұрмайды. Өзіңе ұнайтыны көрініп тұр енді, сыртқа шығып тұр енді. Енді көрермендерге жүк салғышын көрсетейік деп бүйтетін жаңа. Жоқ, енді біздікіне дарғандықында бүйтетін жоқ, бірақ дегенмен де біздікі енді электробагаж, бүйтіп кнопкамен ғой енді. Кнопкамен, бірақ бұған дейінгі штанга көтерген. Бұған дейін комплектацияларда бұндай кнопкада жоқ, қолымен ажасың. Жалпы багажнигін айтатын болсақ, бір екі адам смело седі. Мұнда тәспіштік қой енді. Енді бұл енді шлей ғой енді. Еріншектерге арналған ғой енді ол. Деп көремей отыр дейсің ба, өзінде жоғдар. Болады бізге саусағы. О, жақсы, мына жерде кәдімгідей пленка істеп қойып. Иә, бұл өзім істеттім. Жалпы, машиналардың жаңа кантиктеріне, ручкілеріне, порогтарына, ішкі есіктің астына, багажниктің мына жеріне барлығына пленка жабыстырып қойды. Не бар екенін таныстыр бізге. Багажник астына құлап кететін әдетім ба? Иә. Жалпы бұл Kia K7-нің сыйымдылығы 541 литр. Иә, жүк салғышы бір 2 адам смело сет, бір 3 қой смело лақтырып жіберуге болады ішіне. Енді бұның ішінде коробка бар, коробканың ішінде өзімнің кітабым, недавно осы жарыққа шыққан «Олжас махаббат» атты кітабым. Өзім болдым тұсаукесерде. Иә, болдым. Өте керемет өтті. Әншілерді, достарын барлығын шақырып, мына «Олжас махаббат» деген кітаптың тұсауын кесті. Ішінде махаббат жайлы дейді, ер адамдарға да, әйел адамдарға да, иә. Әйел адамдар өзіне керегін алады дейді, ер адамдар соған қарап түзеледі дейді. В общем, тақырыптар көп, иә, өте көп тақырыптар болды. Көлік жайлы өзім жазсам ба деп жүрмін. Бұйырсын. Иә, міне Олжастың дайректіне жазсаңыздар, немесе номер қалдырып, несеп жазсаңыздар, міндетті түрде сіздерге хабарласып, осындай кітапты жеткізеді. Егер махаббаттарыңызбен ұрсып қалып, бір нәрсе болып, арада шеше алмай жүрген түйіндер болса, Олжастың кітабы көмектеседі деседі. Доставканы өзім жасаймын, Доставканы өзім жасайды Алматы бойынша. Осы машинамен келем сіздерге. Тағы не бар? Коробкалар. Одан кейін мынау Kia K7-нің арнайы өзінің полигі новый, әлі ашылмаған. Ашылмаған, пакетте ұстап жүрмін деші? Иә, әлі пакетте ұстап жүрмін. Жап-жаңа. Иә, жап-жаңа баллон. Второй раз не открой. Табличка оны, иә? Сондай қойдым, иә. Табличка 17 шығар размері. 17 қойдым, иә. Сосын мына жерде енді керек заттар ғой. Керек құралдар. Ана бұрындары бір қатты не болып кетеді қандай бір андай. Хикен алып кетеді ғой, жол полиция қызметкерлерінің арасында аптечкің бар ма дейтін жерде. Штраф жазықсың.
Аптечка бар ма? Аптечка жоқ. Огнен тушитель ондай ештеңе жоқ. Қанша МРП екенін білесің ба? Аламын. Аласың ба? Осы жақында алып тастап қоямын. Сен жақсы жаба, бұл кнопкамен жабылады. Енді Батырмамен. мына саусақтың көмегімен ғой. Қай саусақ? Мына саусақ. Бұл саусақ. Біраздар Сол еке объем жазылып тұр 3/3. Жаңа дизельдерде мысалы 2/2, камерасы әдемі орналасқан екен. Иә, Бұда камерасы. бірақ әттеген-ай дейтін нәрсесі 360 камера емес, ә? Не үшін? Не үшін 360 камераны камерасы? байқадым да сенің реакцияны көрейін дедім да неге Конечно бар ғой. Бұл Ерғазы, бұл машинада 360 камера болмаса, алмайтын да едім. Бұл машинада 360 камерасына алдым ғой не? Қалай сіздерге шығарылым ұнап жатыр ма? Олжасқа шынайы өздеріңіздің лебіздеріңізді білдіріп, төменге пікірге қалдыра кетіңіздер. Мынау жақсы білетін жігіт қой деп. Примерно комментарийін айтып беріп отырмын ғой. Негізі біз кімді шақырасыздар, кімді сұрайсыздар, солардың барлығын шақыруға тырысамыз. Енді келесі жылы Алла қаласа келе жатқан жаңа жылда кімдер келсін десеңіздер, міндетті түрде пікірге қалдырыңыздар. Сіздер GGG шақыр деп айтқан, біреу ренжіп жазыпты маған. Саған GGG жасикті шақыр дейдік қой, сен шақырам дегенше ол Range Rover'ын сатып жіберіпті ғой деп жазып жүріпті. Сол себепті біз шақырамыз, біздің уақыттарымыздың андай ыңғайлылығына байланысты, олардың уақыттары бос болғанына байланысты барлығы соған андай взаимосвязано дейді ғой. Сол себепті сіздер айтыңыздар, біз сол варианттарды қарастырып көрейік. Енді міне бұл енді К5 емес, бұл К7 емес па, Каденза емес па? Бұның арты кең болу керек қой, артында смело, брат, айтайын, мен 2,5 метрлік адам отыра алады. Отыра ма? Бойы 2,5 метр, ойла. 180 адам мынаның ішіне кірсе, кішкентай жүгері сияқты болып қалады деші. Ұйықтайды, жатып. Жоқ, кең екен, әдемі. Өте кең. Аяғым вообще алыста тұр. Бұл нормада, мысалы, бұл әлі ешкім алда отырып жылжытып, ешкім қоңыр былғарысы әдемі екен. Богатый көрінсін деп осында қоңыр былғарымен. Артында отырған адам дауысын шығарып баса алады екен музыканың. Сосын мына жақта неше түрлі батырмалар бар екен. Каналда ауыстыратын, дауыс шығаратын, мультимедиа системасына арналған батырмалар ғой. Мына жерде бір 200 би болғанда, қабет деген ай дейтін. Сосын, егер адамның артында отырған адамның мазасы кетіп, бұл әлемге андай басқаша көзқараспен қарап, мүлдем қарағысы келмей жатса, мына жақта өзінің зауыттан шторкасы бар екен, Ана Lexus LS Crown Majestalар сияқты. Кім сен? Артырш деп сондай. Сен жақсы кең екен, өте әдемі. Нақты 100% дерево деп айта алмаймын, бірақ енді по дерево. Одан кейін 20% дерево емес сияқты? Подогрев сиденье, артында, орындықшылық орналасқан. Бұл негізі аз көліктерде болады, артыңғы орындықтарын. Жақсы. Мына пленканың барлығын жабыстырдым дедіңдер, қорғаныш. Осы жаңа порогқа дейін ішіне сыртына да жабыстырдым. Көлікті жақсы қарайды екенсің 5 сағат деп сондай. Жүр отырып айдайық. Неші? Доводчик жоқ бұда? Бұда жоқ енді, өкінішке орай. Өкінішке орай, доводчик жоқ. Таптық қой бір нәрсесін деп. Спортивный машина ұқсап айтып сондай. Ана историяны айтып берші недегі? Өшім мен бұл Kia Kasim'ді көп іздедім. Мен Шымкентке барып іздеген болдым. Сосын Шымкентке барып іздеген кезде енді қай автосалон екенін айтпай қойын. Автосалонға барған кезде көрдім. Именно осы Kasim'ді. Сөйтсем пробегтердің барлығы айналып кеткен да. Ондай машина сату енді. Ондай дәтім бармайды ғой негізінде бар. Өз пробегімен сатқанға жетпейді ғой негізінде. Алдап бүйтіп, зачем дейсің адамдар? Адамдар алдап бүйтіп, пробег айналмаған, анау деп. Еще сөйтіп, саған айналмаған деп айттым ба? Айналмаған, короче, родной деп айтады да, бірақ кейін өзін тексересің ғой, для интереса өзін. Қазір енді заман талабына сай қазір көп қой сайттар, бүйтіп тексере салатын. Сайттан бұрын не көп қой? Компьютершікті автоподбор жасапсың? Компьютершіктер көп. Сонымен вин-кодын салып терген кезде ойба, пробегтер не böyle айналдырып саған оны. Кореяда жалпы пробег айналдыру деген ол уголовка.
яғни ондай болмайды Кореяда. Статья дейсіз? Статья уже қалай бар солай тұру керек. А уже мысалы Кореядан машинаны сатып алса, уже мысалы жаңа контейнерге жібереді ғой. Салып жіберген кезде уже сол жерді айналдырып уже Қазақстанға жіберіп жібереді біздің қазақтар ше. Біздің қазақтар істемейтіндер жоқ. Істемейтіндер жоқ. Уже контейнер салып Бізге де сондай енгізу керек по идее. Ол деген кәдімгі адамды алдау, қанау ғой негізі. Негізінде енгізу керек. Негізінде солай. Бірақ негізінде Құдай қаласа осының бәрін қолға алам. Жеги, уайымдамаңдар. Бұйырса, прям автоподборды кәдімгідей қолға алайын деп жатырмын андай. Бүкіл кәдімгі алдайтын нәрсе. Жек көремін мен сөйтіп алдап, не істеген. Шынайы айту керек қой. Егер мысалы айналдырып қойған болса, бауырым айналдырып қойған, көзге әдемі көрініп тұрсын деп, немесе сені алдайын деп едім деп. Андай шындығын айтса мысалы. Конечно, шындығын айтып қойса. Мысалы мен мынаны 125 мың пробегпен алдым да. Кореяда мысалы жаңа Инкар деген сайт бар дедім ғой. Ол жақта машина бүкіл историясы тұрады да. Мысалы мына деталь крашен, мына деталь ауысқан. Carfax сияқты ғой неде? Иә. Уже сайтта телефонда сен бәрін көріп отырасың да. Пробегі мысалы 125 мың болды мысалы. Келеді, тура сол пробегпен келеді. Ештеңе түртпейсің. Барлық нәрсе сол бір сайтта жазылып тұрады да. Ең андай қолайлылық істеп қойған да. Бүкіл тарихын жазып қойған машинаны біліп аласың да уже. Бізде де сондай қолданаған сәл қиындау да уже. Бізде бәріміз анау неге кейбір приложенияларға ше андай енгізіп қойғанға мәзбіз ғой андай историясы сияқты, бірақ кім көлікті айдаған адамдар андай қанша хозяйны болғанды енгізіп қойғанға мәзбіз. Иә. Әшейін 3 хозяйны болды дегенге ше біледі, соны білгенге мәзбіз ше. Историясы тұрмақ. Все жақсы. Құдай қаласа енді астында тоссын. Амин. Ұзағынан жүріп берсін. Амин. Құны түспесін. Бұйырса енді барлығына әр қазаққа бұйырсын деймін енді. Әр кімді түсірсем де, кімнің көлігін түсірсем де әр қазаққа бұйырсын деп айтам. Сол себепті осы шығарылым ұнады деген ойдамыз. Келесі жылы шығарылым кімнен бастаймыз? Келесі жылы кімдерді шақырайық, соның барлығын пікірге жазыңыздар. Нұрлан ағаның өзі келіп бір ауыз келіп қызықты әңгімелерін, әзілдерін айтып кетсін десеңіздер, пікірлерге жазыңыздар. Ол жүз бәрін оқимын дейді ғой. Иә, Құдай қаласа. Все, келесі кездескенше Майкар KZ арнасы, мен Ерғазы Әзімханұлы. Сау болыңыздар. Қоштаспаймыз.